Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы Л дыбыстарының айтылу бұзылыстары және түзету тәсілдері, ламдатизм және оның түрлері. Сабағымыздың жоспары Л дыбыстардың айтылу бұзылыстары және түзету тәсілдері, ламдатизм және оның түрлері, Л дыбысын қою кезеңдері, артикуляциялық жаттығулар. Сөйлеу тілі адамның ойлау жүйесі мен қарым-қатынас құралы ретінде маңызды рөл атқаратын күрделі психофизиологиялық процесс. Сөйлеу барысында дыбыстардың дұрыс айтылуы тіл мәдениетінің негізі болып табылады. Әсіресе мектепке дейінгі жаста балалардың дұрыс қалыптасуы баланың сөйлеуінің айқын, түсінікті және мазмұнды болуына тікелей әсер етеді. Сөйлеу тіліндегі дыбыстарды дұрыс айта алмау балалар арасында жиі кездесетін мәселе. Бұл бұзылыстардың ішінде Л және жұмсақ Л дыбыстарының дұрыс айтылмауы жиі ұшырайтын фонетикалық бұзылыстар қатарына жатады. Бұл дыбыстар артикуляциялық жағынан күрделі дыбыстар тобына кіреді және олардың дұрыс айтылуы үшін тілдің еріннің тыныс алу мен дауыс аппаратының үйлесімді жұмысы қажет. Егер бала Л дыбыстарын дұрыс айта алмаса, онда сөйлеуі бұлыңғыр, түсініксіз, тыңдаушы тарапынан бірнеше мәрте қайталап сұрауға тура келеді. Бұл жағдай балада ұяңдық, өзіне сенімсіздік, қоршаған ортамен қарым-қатынаста кедергілердің туындауына себеп болады. Сондықтан Л дыбысының айтылу бұзылыстарын ерте жастан анықтап, түзету жұмыстарына уақытылы кірісу логопедиялық жұмыстың маңызды бағыты болып саналады. Бүгінгі лекцияда біз Л дыбыстарының фонетикалық ерекшеліктерін, олардың бұзылу түрлерін, пайда болу себептерін және түзету әдістерін жан-жақты қарастыратын боламыз. Л дыбыстарының фонетикалық сипаттамасы: Л дауыссыз, үнді, бүйірлік, тіл алды, дауыссыз дыбыс. Л осы дыбыстың жұмсақ варианты, яғни тіл ұшы таңдайға жақын орналасады. Бұл дыбыстардың дұрыс қалыптасу үшін тілдің ұшы жоғары күрек тістердің артындағы альвеолдарға тіркелуі керек. Ауа ағыны тілдің екі жағынан өтеді. Дауыс желбезектері дірілдейді. Л дыбыстарының айтылу бұзылыстарының түрлері. Бірінші, сигматизм, яғни латерализация деп аталады. Ауа дұрыс емес бағытта, тілдің жанынан емес, ортасынан шығады. Сөйтіп, дыбыс шұбалаңқы немесе былжыр естіледі. Екінші, ламдатизм, Л дыбысының мүлдем болмауы немесе басқа дыбыспен алмастырылып айтылуы. Мысалы, Л орнына У, И, Р дыбыстары айтылады. Жұмсақ Л дыбысының орнына қатты Л айтылуы немесе керісінше болуы мүмкін. Дыбыстық көмеліп немесе аралық түрде шығуы физиологиялық кедергілерден немесе еліктеу негізінде пайда болады. Л дыбыстарының айтылу бұзылыстарының себептері: тілдің бұлшықет аппаратының әлсіздігі немесе дұрыс дамымауы, еліктеу арқылы дұрыс емес үлгіні меңгеру, жоғарғы тыныс жолдары мен тіс жақ құрылымының аномалиялары, мысалы қысқа тіл немесе тіл асты желбезегінің қысқа болуы, ашық тістеу, неврологиялық немесе есту қабілетінің бұзылыстары, психоэмоциялық факторлар, қорқыныш, тұтығу, тағы басқа. Түзету тәсілдері бірнеше кезеңнен тұрады. Бірінші, даярлық кезеңі. Тіл ұшының қимыл қозғалысын жетілдіруге арналған артикуляциялық жаттығулар. Ол, мысалы, саңырауқұлақ жаттығуы, тілдің ұшын жоғары таңдайға тигізу, ат шапты, тілдің ұшын жоғары таңдайға тигізіп, қайта кері қарай қайтарып, бірнеше рет қайталау. Кішкентай дәмхана, тілді жоғары таңдайға соғып шапалақтау, дем шығаруды және дауысқа қосуды реттеу. Дыбысты шығару кезеңі. Л дыбысын механикалық жолмен шығару. Тілдің ұшын альвеолдарға көтеру үшін шпатель немесе зонд қолдану. Имитация арқылы шығару. Ла-ла-ла, ло-ло-ло, ле-ле-ле, ли-ли-ли сияқты буындарды қайталап айтқызу. Жануарлар дауысына еліктеу арқылы
Мысалы, қойдың дауысы, қойдың маңырағанын салу, мә деген сияқты дыбыстарды салу арқылы жаттығулар жасату немесе тағы да басқа түрлі жан-жануарлардың дауысын салып еліктеуге болады. Дыбысты бекіту кезеңі. Бекіту буын, сөз, сөйлем және байланысты мәтіндер деңгейінде жүргізіледі. Көрнекілік, ойын элементтері, әуенді жаттықтыру қолданылады. Төртінші, автоматтандыру және дифференциация кезеңі. Л дыбысының басқа ұқсас дыбыстармен Р, У, И шатастырмауын қадағалау. Мысалы, лақ, рақ, леп, реп сөздерін салыстыру. Қорытынды. Л дыбыстарының айтылу бұзылыстары мектеп жасына дейінгі бастауыш сынып оқушылары арасында жиі кездесетін сөйлеу ақауларының бірі. Бұл бұзылыстар баланың тілінің фонетикалық жағын ғана емес, сонымен қатар психологиялық, когнитивтік және әлеуметтік дамуын да тежейді. Мысалы, баланың өзіне деген сенімсіздігі артып, қатарластарымен қарым-қатынасы шектелуі мүмкін. Мұндай жағдайда логопед маманның көмегі аса қажет болады. Алған дыбыстарды түзету жұмысы жүйелі әрі кезең-кезеңмен жүргізілуі керек. Дайындық жұмыстарынан бастап, дыбысты шығару, бекіту және автоматтандыруға дейінгі барлық кезеңдер логопедиялық әдістермен толық қамтылуы тиіс. Бұл жұмыста баланың жас ерекшелігі, сөйлеу қабілетінің деңгейі, анатомиялық, физиологиялық ерекшеліктері есепке алынады. Сонымен қатар, ата-анамен бірлескен жұмыс та өте маңызды. Бала дыбысты дұрыс айтуға тек логопед кабинетінде ғана емес, үй жағдайында да жаттығу арқылы дағдылануы тиіс. Сондықтан, логопед тек түзетуші маман ғана емес, сонымен бірге ата-анаға кеңесші, бағыттаушы болуы тиіс. Л дыбыстарын түзету ұзақ, бірақ нәтижелі үрдіс. Ерте жасынан басталған түзету жұмысымен тұрақты жаттығулар арқылы бала сөйлеудегі бұзылыстарын жоя алады және өз ойын анық, түсінікті жеткізуге үйренеді. Бұл оның мектепке дайындығын, оқу жетістігін әрі қарайғы әлеуметтенуін жеңілдетеді. Демек, баланың дұрыс сөйлеуінде, сөйлеу бұзылыстарын түзетуде Л, жұмсақ Л дыбыстарын түзету жұмыстары да өте маңызды орын алады. Сондықтан логопедтер, ата-аналар, балабақша тәрбиешілері, мектептің мұғалімдері бәрі де баланың дұрыс сөйлеуіне жауапты, сол бағытта жұмыс жасауы тиіс. Оны қаншалықты ерте анықтап, түзету жұмыстарын ерте бастаса, соншалықты олардың жұмыстары нәтижелі болмақ. Міне, бүгінгі сабақта біздің айтарымыз осы. Бүгінгі сабағымыз соңына жетті. Мен сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар.